Баршаңызға сәлем, сіздермен Жаннұр. Бүгінгі видеода сіздермен өте ерекше әрі өте дәмді салаттың рецептімен бөлісемін. Бұл салаттың ерекшелігі осындай банан пішінінде. Дәмі өте керемет болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге видеом ұнайды деген ойдамын, сондықтан менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті ингредиенттер: піскен сәбіз және де картоп, қияр, қызанақ, піскен жұмыртқа, содан кейін мен осындай шпрот пайдаландым. Содан кейін дәміне қарай тұз, майонезді мен осындай кондитерлік қапшыққа салып қойдым. Әдемілігі үшін укроп, не болмаса петрушка қолдансаңыздар болады. Алдымен сәбізіміз бен картопымыздың сыртын ашып аламыз. Қиярды кішкене кубик ретінде тураймыз. Барлығын турап болдық, енді басқа ыдысқа ауыстырдым. Қызанақты да дәл солай турап аламыз. Жұмыртқаны турап аламыз. Балықтарды кішкене қылып тураймыз, шамамен 4-5 реттен бөлеміз. Сәбізді теркадан өткізіп аламыз. Соңғы бұл бізде картоп, оны да кубик сияқты тураймыз. Ал енді салатымызды жинауға кірісеміз. Алдымен ыдысымызға картопты саламыз, содан кейін сәбіздің пішінін береміз. Үстіне майонез жағамыз. Қалауыңызша тұз, не болмаса бұрыш қоссаңыздар болады. Картоптың үстіне шпроттарымызды салып аламыз. Майонезді осылай сетка сияқты қылып жағып аламыз. Үстіне қызанақтарымызды саламыз. Майонез жағып түзулейміз. Келесі бізде қияр. Қиярдың үстіне тағы да майонез жағамыз. Майонезден кейін жұмыртқамызды саламыз. Енді ең соңында үстін осылай сетка қылып майонез жағып шығамыз. Майонезбен толығымен қаптап шыққаннан кейін біздің сәбізімізді осылай орналастырамыз. Вилканың көмегімен де жасауға болады. Соңында укропты осылай бас жағына салдым. Мұнда менде қара болып тұрған ол кишмиш. Сіздерге кеңесім, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер де видео ұнаса, лайк және комментарий күтемін.